Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен бүгін өзіме қатты ұнаған салаттың рецептісімен сіздермен бөліскім келеді. Ол үшін жас қияр керек. Қиярды алып осылай жіңішкелеп турап шықтым. Мен бір үлкен қияр алғанмын, кішкене сәл жартысын сәлірегін қалдырдым. 1/3 бөлігін қалдырдым, себебі көбірек болып кететін сияқты болды. Содан кейін бір помидорды осылай жіңішкелеп турадым. Болгарский перецтің жартысын турап салдым жіңішкелеп. Енді осының үстіне бір чеснокты алдым да, оны да уақтап турап, әбден майдалап тұрып турап қостым. Енді менде піскен еттер болды осындай. Осыларды да жіңішкелеп тураймын. Өзіңіздің қалауыңызша қарайсыз, қанша қосқыңыз келеді, көбірек қосақ көбірек. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қосасыз еттің көлемін. Енді менде үйде укроп қана болды. Сіз петрушка болса, тағы да басқа өзіңізге ұнайтын көкшөптер болса, кез келгенін қосуыңызға болады. Мен өзіме укроп көбірек ұнайды. Аздап тұздадым, бұрыш салдым. Кориандр болмады, негіз кориандр болса, кориандр қосып жіберсеңіздер, тамаша дәм береді кориандрда. Менде үйде болмады, мен тек бір тұзбен бұрыш қостым. Және сойбу соустан бір ас қасық құйдым. Мына жерде 2 ас қасық сияқты болғанмен толық бір ас қасық. Жарт-жарттан құйып тұрмын. Толық бір ас қасық сойбу соустарыңыз жеткілікті. Кәдімгі сойбу соус барлық дүкендерде бар. Енді осы салатымның үстіне мен қызып тұрған, кәдімгі оттан қызып тұрған майда келіп құйдым. Қызып тұрған майды құйғанда чеснокпен немен араласып ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер. Менің отбасыма, өзіме өте қатты ұнады. Жиі жасап тұратын боламын, сіздер де жасап тұрыңыздар. Рахмет.